Каналыма қош келдіңіздер. Хит болып жатқан шоколадтағы бүлдіргенді дайындаймыз. Мен аз мөлшерде ғана жасаймыз, сондықтан маған 180 грамм молочный шоколад жеткілікті. Оны біз водяной баняға ертіп аламыз. Шоколадымызды суға 10-15 секунд қойып, судан алып барып араластырамыз. Осылайша 3-4 рет жасасаңыздар, сіздерде шоколадтарыңызда комок болмайды. Осылайша судан алып, әбден араластырып аламыз. Шоколадымыз осылайша біркелкі болып, комоксыз езіледі. Міне осылай комоксыз біркелкі болып, бізде шоколадымыз әбден еріді. Енді оған бір ас қасық сұйық май құямыз. Ол бізге шоколадымыздың жылтыр болушын түр кіргізеді. Алдын ала жуылып кептірген бүлдіргенімізді осылай шоколадқа матырып, және оны жақсылап сорғытып аламыз да, пергамент қағазының үстіне қойып кептіреміз. Енді осы бүлдіргеннен басқа бананды да жасап көрейік. Бірінші шпажкамызды шоколадқа салып, бананға салғаннан кейін кепкенін күтеміз. Сонда шпажкамыз бананды жақсы ұстайды. Сіздерге айтарым, зубочистканы қолданудың қажеті жоқ, өйткені ол жақсы ұстамайды. Егер де сіздің де шоколадыңыз осындай кедір-бұдыр болса, онда сіздің шоколадыңыз суып қалды деген сөз. Сондықтан шоколадыңызды қайтадан ерітіп алыңыз. Міне бәрін осылай әдемі етіп жасап алдық. Енді менде үй жағдайында болғандықтан менің қолымда присыпка болмады. Сондықтан мен бүлдіргендерді сәндеген кезде Mix Max деген конфетті үгітіп, соны шоколадтардың бетіне септім. Менде бәрі қарапайым, сондықтан да сіздер жасап көріңіз. Бүлдіргендерім осындай біркелкі, жылтыр, әдемі болып шықты. Егер сіз басқа түске бояғыңыз келсе, онда ақ шоколадқа краска қосып жасап көрсеңіз болады. Енді бүлдіргендеріміз қытырлап, дәмі тіл үйіреді. Сіз де мерекеде анаңызды және жақын құрбыларыңызды қуантып қойыңыз. Және де менің каналымды қолдап, лайк басып жазылып қойыңыз.